Саламатсыздар ма оқырмандар, бізде бүгін олимпиада есептерінен талдайын деп отырмын. 2023-2024 оқу жылына келген 9 сыныптар республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі оқушылар үшін берілген есептердің 9 сыныптың бірінші есебін талдайық. Так, теңдеулер жүйесін шешіңіз деген А есебі. Енді x бұл жерде функцияның анықталуысында жазып қоя салған жақсы. Негізінен анықталуысы x тең емес 0-ге, y тең емес 0-ге. Так, енді x табайық, 1 бөлінген y-ке тең болады. Яғни кер таңбамен плюс таңбасымен өткізетін болсақ, теңдіктің оң жағына, және x-тің орнына 1 бөлінген y-ті қояйық. Мына x-тің орнына 1 бөлінген y-ті апарып қоятын болсақ, бізде мынандай теңдік пайда болады. Y 1 бөлінген y-іміз, мына тұрғанымыз, ол y-ке тең, бірінші бөлшек өз бойында тұрады, екіншісі айналып түседі. Енді y-тен y-ті азайтатын болсақ, ол тең 1 деп тұр. Біз білеміз, y-тен y-ті азайтқан кезде ол 0 екені белгілі. Кез келген саннан өзін азайтатын болса, және бұл жерде 0 1-ге тең емес, сол үшін шешім жоқ. Сонымен шешім жоқ екенін көрсете алдық. Енді екінші есеп, b есебі, бірінші есептің b-сы. Так, дәл сол сияқты әдісті пайдаланайын. Қарайық. X қалды, 1 бөлінген y-ті кер таңбамен өткіздік, және x-тің орнына 1 плюс 1 бөлінген y-ті қойдық, және ортақ бөлім берейік y-тен. Сол кезде бізде пайда болады мынандай бір теңдеу, рационал теңдеу. Так, мына жерде y-тен ортақ бөлім бердік. Y бөлген кезде мынандай болып тұрады. Негіз 1 бөлу y плюс 1 бөлінген y. Y бөлшектің алымына шығып кетті. Және бұл жерде жазылу керек. Мына y плюс 1-іміз тең емес 0-ге, бұл жерден y тең емес минус 1-ге деп есептеп, y плюс 1-ге көбейтейік. Y плюс 1. Так, y плюс 1. Енді y плюс 1 мен y плюс 1-дің қысқартатын болсақ, және мына түрде теңдік пайда болады. Осы теңдікті орнайық. Y пен y-ті көбейтсек y квадрат, y-ке 1-ді көбейтсек y, минус y, 2y, 2. Минус y пен плюс y жойылып кететін еске алайық, және 2y плюс кер таңбамен өткізетін болсақ, y квадрат минус 2y минус 2 тең 0 деген квадрат теңдеу, қарапайым квадрат теңдеу пайда болады. Енді бұл жерде квадрат теңдеудің шешудің әртүрлі әдісі бар. Бір әдіс, мысалы, y минус 1-дің квадраты минус 3 тең 0. Осылай да шығаруға болады. Екінші әдіс дискриминант әдіспен шығаруға да болады. Мына әдісті көрсете салайын. Y минус 1 квадрат тең 3-ге, квадраттан құтылу үшін түбір алатын болсақ, модуль ішінде y минус 1-іміз тең болады түбір астында 3-ке. Модульді құтылған кезде y минус 1-іміз тең болады плюс минус түбір астында 3-ке. Y-ті тапқан кезде y тең 1-ді кер таңбамен өткізетін болсақ, минус 1-ді кер таңбамен өткізсек, плюс минус түбір астында 3. Осылайды есептеуге болады. Немесе дискриминант әдісі, дискриминантты 12-ге тең екен. Және мына түбірден шығарған кезде 12 дегеніміз 4 көбейту 3 екені белгілі, 4-тен түбірден 2 шығатыны белгілі. Сонымен бізде y1-іміз 1 плюс түбір астында 3 шығады. y2-ні табатын болсақ, y2-іміз 1 минус түбір астында 3 шығатын. Енді x табайық. X дегеніміз білеміз, біз мына нәрсені есептеу керек. X дегеніміз бізде 1 плюс 1 бөлінген y. Y-тің орнына санды қояйын, 1 плюс түбір астында 3-ті қояйын. Сонымен, так, бұл жерде енді не істейміз? Бұл жерде мына тұрған нәрсені шамалы түрлендірейік. Бөлшектің бөлімін иррационалдан құтылу деген нәрсе бар. Яғни бөлшектің алымына да бөлімінде бір санды көбейту.
яғни түйіндесін көбейтейік. Сол кезде бізде білеміз, мына қысқаша бөлшектің бөлімі қысқаша көбейту формуласы түбір асты 3-тің квадраты минус 1. Бұл жерден 2 шығады, бөлшектің 1 плюс бөлшектің бөлімінде 2 шығады, түбір астында 3 минус 1. 2-ден ортақ бөлім беретін болсақ, бізде 2 плюс түбір астында 3 минус 1 бөлінген 2. Сонымен x1-ді табатын болсақ, түбір астында 3 плюс 1 бөлінген 2. x2-ні дәл сол әдіспен табуға болады, уақыт кеткізбейін. x2-де түбір астында 3 минус 1 бөлінген 2. Сонымен бірінші есепті талдап болдық. Енді екінші есепті қарайық. Екінші есептің асын талдайын. 12-ге бөлгенде 7 қалдық, ал 42-ге бөлгенде 11 қалдық беретін натурал сан табылады ма? Енді қарайық. Мынандай нәрсе айтып тұр. X деген қандай да бір сан бар деп ойлайық. X деген әр сан бар. Одан 7 қалдықты азайтып тастасақ, ол 12-ге бөлінеді деп қарайық. Мысалы, түсініксіз болса, мысалы, X дегеніміз 19 деген сан болса, 19-дан әр уақыт 12-ге бөлген кезде 7 қалдық қалады. Сол қалдықты алып тастасақ, яғни 19-дан 7-ні азайтсақ, ол 12-ге бөлінеді. Сол нәрсені жазып тұрмын. 19-дан 7 қалдықты азайтып тастасақ, 12 бөлінген 12. Ал енді сол x деген саннан 11 қалдықты азайтып тастасақ, ол 42 деген санға бөлінеді. Енді сол x деген санды табу керек. Егер біз мынау қандай да бір 12-ге бөлгенде қандай да бір n саны шығатын болса, және мынаудың m деген сан шығатын болса, n-нен m-ді азайтсақ, мына n-нен m-ді азайтсақ, ол 4-ті береді екен. 4-ті береді. Ал енді талдайық. Мына сан 12 дегеніміз 3 көбейту 4. 42 деген сан 3 көбейткен 14. Мына берілген сан 3-ке бөлінеді. X минус 7-міз 3-ке бөлінеді. Мына да 3-ке бөлінеді. X минус 11-міз де 3-ке бөлінеді. Ал ол 2 санды азайтқан кезде жауап 4 шығып тұр. Мынауымыз 3-ке бөлінеді. Мына тұрғанда 3-ке бөлінеді. Ал теңдіктің оң жағы 3-ке бөлінбейді. Бұл жерде қайшылық. Бұдан да x деген сан таба алмаймыз. Сол үшін бұндай сан табылмайды деп шешімін жазуымыз керек. Бұндай натурал сан табылмайды деп шешім жазуымыз керек. Яғни 3-ке бөлінетін санды, мысалы 12 деген санды алайын, 3-ке бөлінетін, және 42 деген санды алайын, 3-ке бөлінетін. Екеуін негізі 3-ке бөлінетін 60 деген санды алайын. Так, 60-тан 60-ты 3-ке бөлсек 20 и 14. 20-дан 14-ті азайтатын болсақ 6. Ол 6 дегенде 3-ке бөлінетін сан шығу керек. Осы жерде қайшылық туындап тұр. Сол үшін бұл жерде шешім жоқ деп көрсету. Осылай түрде көрсетуге де болады. Немесе басқа да бір әдісі бар. Екінші әдісті де түсіндіріп кете салайын. Ол да күрделі емес. Диафант теңдеулерін білетін оқушыларға ыңғайлы деп ойлаймын. Так, қандай да бір m сан бар деп ойлайық. Киржол әдісімен де дәлелдеп тастауға болады екен. Так, қандай да бір m саны бар деп ойлайық, және m саны 12-ге, так, n натурал сандар жиында жатады. Так, n натурал сандар жиында жатады. K натурал сандар жиында жатады. Так, K дегеніміз. Енді қандай да бір m саны бар, ол 12-ге бөлген кезде 7 қалдық беретін. Және қандай да бір K-ға еселі 42 көбейту K-мыз 11 қалдық беретін. Және осы екеуін теңестірейік, және бұл жерде 7-ні
кері таңбамен өткізейін. Сол кезде бізде мынандай 42-ні кері таңбамен өткізейін. Так, енді бұл жерде дәл сол метод. 12 3-ке бөлінеді, 42 3-ке бөлінеді, ал 4 3-ке бөлінбейді. Сол үшін мынандай n және k натурал сандар жиынында бұл теңдеудің шешімі жоқ. Так, шешімі жоқ. Екінші b есебінде талдап берейін деп отырмын. b есебінде мысалы 11-ге бөлгенде 7 қалдық қалатын. 11-ге бөлінгенде 7 қалдық қалатын. Дәл осы әдіспен шығарып көрсетейік. n тиісті натурал сандар жиынына, k тиісті натурал сандар жиынына, яғни 11-ге еселі және 7 қалдық қосқан кезде m саны шығады. Және 42-ге бөлген кезде 11 қалдық беретін сан. Осы нәрсені түсініксіз болса, кеңінен тоқталуға болады. n-нің орнына 1-ді қойған кезде, мысалы, 18. n-нің орнына 2-ні қойған кезде, n тең 2 болған кезде 29 да, осылай. Қандайды сан екенін білмейміз, n және k. Бірақ мына формула әр уақыт 7 қалдық беретін, мынау әр уақыт 11 қалдық беретін белгілі. Енді екеуін теңестірейік және n және k деген санды табуға әрекет жасайық. Екі айнымалысы бар теңдеулер бүтін сандар жиынында, натурал сандар жиынында шешімін іздейміз. Так, 7-ні минус таңбамен өткізейін. 42-ні минус таңба, 42 тұрсын. Пока. Так, 11-ді бөлу таңбасымен өткізейік. Сол кезде k дегеніміз 0 болмайды. 0 натурал сан емес. k тең 1. k тең 1 болсын. 1 болса 42 плюс 4. 46 ол 11-ге бөлінбейді. Бізге бөлінетін санды іздеуіміз керек. k тең 2 болса, так, 84 плюс 4, 88. 88 бөлінген 11 және ол 8-ге тең. n тең 8-ге. Сонымен таптық бір шешімді. k тең 2, n тең 8. Сол нәрсені так жазайын. Және n-нің орнына 8-ді, k-нің орнына 2-ні қою арқылы m деген санды табуға болады. Так, 11 көбейткен 8 плюс 7, ол дегеніміз 88, 95. Мысалы, мына жерге 2-ні қоятын болсақ 40, 84, оған 11 қоссақ 95. Бұл жерде сұрақты былай қойған, негіз сан табылады ма? Иә, табылады. Жауабы табылады. Жауабы мысалы 95. Мысалы 95. Одан да басқа да сан табылуы мүмкін. Сол нәрсе, мына теңдеуді шешу арқылы, бұдан басқа да шешімді табуға болады. Егер бұл жағынан көп тоқталмай қойын, келесі есепті, үшінші есепті талдап берейік. Биіктігі 2, 3, 7, 3, бұл есепті негізінен қалдырайық. Себебі геометриялық есеп, оны сызу уақыт алады маған. Егер осы видеомыз ұнап, просмотр жинап, қолдау тауып отырса, бұл үшінші есепті де талдап беретін боламын міндетті түрде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдау көрсетіп, лайк басып, каналымызға тіркеліп отырайық. Рахмет.